Менің каналыма қош келдіңіз. Бұл медитацияда біз проблемаларды шешумен айналысамыз. Бұл сөз бізге ежелгі грек сөздігінен келген. Бізге келген негативті жағдайлардың бәрін біз проблема деп қараймыз. Өзіңізге бірнеше сұрақтарды қою арқылы бұл проблемаларды шешуге болады. Ол мына сұрақтар. Бұл шын мәнінде проблема ма? Болмаса, бұл шешімін табатын ситуациялар ма? Бұған мен басқа көз қараспен қарай аламын ба? Мен бұның шешімін таба алам деп қарасам ше? Мен бұны шешкенде қандай күйде боламын? Сіз түсінгендей, бұл медитация проблемаларды жою үшін емес. Ол сіздің басыңыздағы проблема деп қойылған установканы жіберу. Біз энергияны пайдалана отырып, ескі установканы алып, оның жаңа шешімі бар деген программаны орнатамыз. Жақсы. Өзіңізге жайлы жерді тауып отырыңыз. Көзіңізді жұмыңыз. Сіздің деміңіз тыныш әрі терең. Байқаңыз, сізге кіріп және шығып жатқан ауа сізді одан да босата түсуде. Қазір есіңізге түсіріңіз. Өміріңізде қандай мәселені проблема деп қарайсыз? Сол проблемаға назар аударып, сізде болып жатқан сезімдеріңізді байқаңыз. Сонымен бірге еш нәрсені өзгертуге тырыспаңыз. Барлық сезімдеріңізді қабылдаңыз. Кез келген трансформациялық процесс жүру барысында сіз қай жерде тұрғаныңызды түсініп, шешім қабылдап, істі қолға алуыңыз қажет. Бұл проблеманы шешу үшін менің болашағым жақсы болады деген үміттен аулақ болыңыз. Сіз тыныштықта отырып, сол проблеманы басқаруыңыз қажет. Сол проблеманы тудырып жатқан энергияның қожайыны болуыңыз қажет. Сол энергиядан сіз басқаша энергия жасай аласыз. Осы проблемамен тыныштықта біраз отырыңыз. Ішіңізде не болып жатыр? Байқаңыз. Қандай эмоциямен ойлар, образдар келуде? Сіз өз проблемаңызбен тыныштықта отырғанда, сізде көтеріліп жатқан қарсылықты сезініңіз. Ол күшейе түсуде, немесе азаюда. Жай байқаңыз. Еш нәрсені өзгертуге тырыспаңыз. Бәрі өз жайымен болсын. Менің даусымды естігенше бақылаңыз.
Жақсы. Сіз пайда болған энергияны, ситуацияны шешетін энергия деп анықтасаңыз болады. Көз алдыңызға елестетіңіз. Осы проблема сіз үшін де, басқалар үшін де оңай әрі оңтайлы шешілгенде сізде қандай сезімдер пайда болар еді? Сол ситуацияны елестетіп көріңіз. Сіз сол сахнада өзіңізді басты кейіпкер ретінде көріңіз. Сізде қандай эмоция, ойлар, образдар болуда? Сол сахнаның энергиясы мен вибрациясын сезінуге тырысыңыз. Менің дауысымды естігенше сол сахнада болыңыз. Жақсы. Қазіргі тамаша жағдайыңыз бен вибрацияңыздан қайтып проблемаңызға оралыңыз. Сол проблема мен вибрацияға қайтып келгенде не болуда? Егер де сіздің энергияңыз табиғи түрде позитивті энергияға айналса, қарсыласпаңыз. Егер де керісінше болса, онда сіз мәселенің неғұрлым тұрақты проблемалы энергиясын қарсылық энергиясына айналдырыңыз. Бұның қалай болып жатқанын байқаңыз. Сіз қандай да бір ситуацияны өзгерткіңіз келгенде, сізге ұнаса да, ұнамаса да куәгер ретінде болыңыз. Проблема энергия мен шешім энергия бұл екі түрлі көзқарас ретінде қабылдаңыз. Бірақ бұл екі көзқарасты не қоректендіреді? Сол оны шынайы етіп және материалданады. Сіздің энергияңыз бен санаңыз қайсы көзқарасқа фокусталса, сол болады. Бұл энергия проблеманы да, шешімді де қоректендіреді. Бұл сізге ұнаса да, ұнамаса да солай болады. Жақсы. Сіз қайтып шешім жағдайына келіңіз. Елестетіңіз. Бұл проблеманың сіздің пайдаңызға шешілетін мыңдаған шешімі бар. Енді сіз осы проблема сахнада, телевизордың экранында болып жатыр деп есептеңіз. Сіз осы ситуацияның шешімін білетін көрерменсіз. Сіз экранға қарап отырып, өз проблемаңызды фильм көргендей қарап, оны шешудесіз. Сіз не сезінудесіз? Кеңістігіңізді проблема шешетін энергиямен толтырыңыз. Өз қалауыңыз бойынша трансформация жасасаңыз болады. Сіз
Бұл фильмге қалауыңызша жарық, махаббат, қуаныш, ризашылық енгізіңіз. Ең бастысы, осы фильмде сіздің көзқарасыңыз бойынша энергияны таратыңыз. Ол бүкіл сахнаны толтырсын. Жақсы. Енді сіздің проблемаңыз ситуацияны шешетін энергиямен толды. Сізге басқа көзқараспен шешетін вибрациясы мәлім. Бұл вибрация сізге қандай сөздер айту керек, қандай іс-әрекет жасау керек екенін ұсынады. Шешім сізге бірнеше күннен соң ойдың зерделігі арқылы келуі мүмкін. Бұл шешім эмоциясы сізді тезірек трансформациялануға шабыттандырады. Енді сіз білесіз, ең алдымен проблемамен, соның вибрациясымен болып, оны тыныштықта бақылау. Бұл проблемадан қашпай, мойныңызға жауапкершілік алып, жаңа көзқарасты қабылдау. Сіз жаңа көзқарасты қабылдағанда, оны проблема емес, мүмкіндік ретінде қабылдайсыз. Қазір терең дем алып, жаймен дем шығарыңыз. Жаныңыздағы кеңістікті сезініңіз. Қолыңызды, аяғыңызды, бүкіл денеңізді сезініңіз. Тағы да терең дем алып, дем шығарып, жаймен көзіңізді ашыңыз. Әрбір келеңсіз жағдайда болған проблемаларды жоқ деп есептеңіз. Сіз бұл әлемді жасаушысыз. Сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Медитацияны тыңдағаныңызға алғыс айтамын. Сізге барлық жақсылықты тілеймін. Келесі кездескенше.